Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде 6-шы сабақ Көктөбеге шығамыз. Забраться в Көктөбе. Жаңа сөздер, новые слова. Новые слова запиши в словарь и выучи. Повторяй за мной. Аспа-жол, канатная дорога. Құм, песок. Кіру, входить. Кешен, комплекс. Прочитайте внимательно, обратите внимание на окончание. Бұл жіктік жалғауы. Повторяйте за мной. Мен аспа жолмен көтерілемін. Сен аспа жолмен көтерілесің. Сіз аспа жолмен көтерілесіз. Ол аспа жолмен көтеріледі. Және демалыс және спорт кешеніне кіру. Ал енді суретке қарайық. Суретте не көріп тұрмыз? Что мы видим? Суретте аспа жол. Давайте прочитаем то, что под картинкой. Аспа жолмен көтерілу. Подниматься канатной дорогой. Демалыс және спорт кешеніне кіру. Ескі, жаңа. Демалыс және спорт кешені – это оздоровительно-спортивный комплекс. Ескі – старый, жаңа – новый. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы, қою әріппен жазылған сөздерге сұрақ қой. Сначала послушай, потом прочитай текст и задай вопрос к выделенным словам. Көктөбе сәулеті әдемі демалыс орны. Снизу, ребята, есть перевод этого текста. Продолжаем дальше. Көктөбеде демалыс және спорт кешені, биік тел мұнара, әсем ғимараттар бар. Көктөбеге аспа жолмен көтерілдік. Оның төбесінен қала толық көрінеді. Әсіресе түнгі Алматының көрінісі керемет. А теперь давайте зададим вопрос к выделенным словам. Демалыс және спорт кешені. Не? Демалыс және спорт кешені. Биік қандай? Аспа жол. Не? Оның төбесінен. Оның. Ненің? Төбесінен. Неден, қайдан, түнгі, қандай? Төртінші тапсырма. Жазылым. Письменно. Суреттің орнына сөзді қойып, сөйлем құра. Вставь вместо картинок слова и составь предложение. Мысалы, например, мен Көктөбеге аспа жолмен көтерілдім. Каждое предложение начинаете со слова «мен Көктөбеге» и заканчиваете словом «көтерілдім», а вместо картинок вставляем слова. Дальше попробуйте продолжить сами. Келесі 5-ші тапсырма. Жазылым, письменно. Өзіңе ұнайтын демалыс орны туралы шағын мәтін құра. Ол жерді сипатта. Напиши, составь текст про место, которое тебе нравится. Опиши это место. Мысалы, например, маған Көктөбе ұнайды. Мен Көктөбеге көлікпен барамын. Онда өте әдемі. Адамдар көп келеді. Ребята, это примерный текст. На основе этого примера составьте свой текст. 6-шы тапсырма. Жазылым, письменно. Екі қатардағы сөздерді тіркестіріп жаз. Напиши словосочетание, соединив 2 строчки, первую и вторую строчку. Например, мысалы, Көктөбенің сәулеті, демалыс және спорт кешені бар. И так далее по порядку соединяете 2 строчки. Есте сақта, запомни, Көктөбеге аспа жолмен көтеріледі. Көктөбе өте әдемі. Онда демалыс және спорт кешені бар. Кел жаттайық.
Выучи. Көктөбе көркем көрікті табиғатына тамсанам. Ол жерден түгел көрінер Алматы шамы самсаған. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.